Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министрінің бірінші орынбасары Алихан Асханұлына жолданады. Қазақстан халқының банктер алдындағы берешегі күн сайын артып бара жатыр. Қазіргі уақытта халықтың 27% банктерге борышкер. Ипотекалық несиендегі берешегі 2,716 триллион теңгеге жетіпті. Тұтынушылық мақсаттарға алынған несие 5,19 триллион теңге болса, мерзім өткен берешек 199 миллиард теңгені құрап отыр. Елімізде заңды тұлғалардың банкроттығы туралы заң бұрыннан жұмыс істеп келеді. Бірақ жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жоқ. Ақ жол партиясының депутаттары жарқылағы жерге тимей, бұған дейін де жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасы керек деп жүргенде 10 шақты жыл болды. Бұл бастаманы сол кезде қаржы министрлігі іліп әкеткенімен әлі күнге дейін үнсіз қалып, үкіметтен де қолдау таппай отырмыз. Ал халық қарызға белшесінен басып барады. Әлемдік тәжірибеге сүйенсек, бүкіл біздің қоғамымызға да қажет заң. Тәуелсіздік алғаннан кейін еліміздің өркендеуіне өз үлесін қосамыз деп, жалғыз пәтерлерін кепілдікке қойып, несиені алып, өз істерін бастаған азаматтардың қазіргі таңда 90% несиені қайтара алмай банкрот болады. Өйткені 28 жылда өзіміздің ұлттық валютамыз 95 есе өз құнын жоғалтыпты. Банктердің тілінде айтқанда 9500%-ға құнсызданған. Бұндайды қандай кәсіпкер шыдай алады? Банктер кепілдікке алынған мүлікті өздерінің ұнаған бағаларына сатып, қалған ақшаны борышкердің мойнына іліп қояды. Екінші дәрежедегі банктер ұлттық банктың алдында провизия төлемес үшін бұл қарыздарды өздердің банктік системасынан жойып, коллекторлық компанияларына төменгі бағамен сатады. Бұдан жеке банкерлерді байытқаннан басқа мемлекетке түсіп жатқан ешбір пайда жоқ. Банктер мен микрокредиттік ұйымдар халыққа несие беріп, көмек қолын созады. Ал ол ақшаны қайтару кезінде түсіністікпен қарау жолды жасамайды. Өз беделдерін сақтап, сүттен ақ судан таза күйде қалады да, халықтан соңғы тиынды сыпыруды коллекторларға беріп қояды. Олар жасанды түрлі ойнап тапқан коллекторлардың артына тығылмай ашық түрде жұмыс жасауы қажет. Щербиннің «Киргизская народность. Местах крестьянских поселений» атты жазбасында қазақтарды мұндай бауырмал халық әлемде некен саяқ дегенді анықтама берген. Қазіргі таңда банктер жанашырлық қамқорлық білдіретін құндылықтарымыздан жұрдай болып, қарақшыдан да сорақы болып барады. Қарақшының өзі соңғысын тартып алмаған. Олар әлеуметтік көмекпен зейнетақыға дейін қол сұғып отыр. Сонда ол азамат қалай өмір сүру керек? Тек оған шарасыздықтан өз-өзіне қол жұмсау ғана қалады. Бұл ащы болса да шындық. Кеше ғана мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы Қазақстан Республикасының заң жобасын қолдадық. Ол заң жобасы қылмыс жасап отырған адамдарға рақымшылық жасауға бағытталған. Ал енді қылмыс жасап отырған адамдарға рақымшылық беруді қолдап отырған мемлекет қандай да бір оқыс оқиғаға ұшыраудың салдарынан қаржылық қиындыққа тіреліп отырған азаматтарымызға неге қамқорлық жасамасқа? Қарызын төлей алмай, күн сақтап отырған жандар да біздің қоғамымыздың бір бөлшегі емес пе? Неге оларға да амиссия жасамаймыз? Бар болғаны 199 миллиард. Бұл мемлекет үшін түкке тұрмайтын қаражат. Құрметті Алихан Асханұлы, Ақ жол партиясының депутаттары тәуелсіздіктің 30 жылдығына байланысты қандай да бір оқыс оқиғаға ұшыраудың салдарынан қаржылық қиындыққа тіреліп отырған азаматтарымызға рақымшылық жасауды, парламентке қарау үшін жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасын енгізуді және коллекторлық компанияларды, яғни заңдастырылған рэкеттік компанияларды тізгіндеуді сұраймыз. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары.